Мына видеода свайлардың координаттарын қалай алу керегін көрсетемін. Менде мынандай проект бар. Бұны бірінші қарап алу керек. Отырғызылған проект получается. Так, выделять еткенде. Так, бірінші мынаны взорвать етіп алу керек. Артық размерларды өшіріп тастаймын. Екінші проектті солай. Свайлардың блоктармен тұр екен. Бәрі бірдей блок. Ол өте жақсы. И бұның базовый точкасы мына жақ жоғарыға сол жағында орналасқан. Бұл үшін бізге экстра тулс керек. Экстра тулсты ашам. Координаты объекты получить. Мына жерде таңдаймын. По объекту блокты таңдадым. Енді бүкіл блокты таңдап шығамын. Так, 555 свай. Бұны Excel ашып, Excelге салып аламын бірінші. Бізде мында свайдың центр берілмеген, тек бұрышы ғана берілген, ал бізге центр керек. Ол үшін жаңа қалған точкаларды қайтадан осы проектке саламын. Ол үшін Excelде данные, текст басталыпсам, бөлемін. Мұны бөлгеннен кейін спlit етіп аламын қайтадан. Так, Y, потом X кетеді. Спlit етіп алғаннан кейін координаттарды көшіремде, мында қайтадан точка арқылы саламын. Точка ретінде. Бөлек бір слой ашып соған салуға болады. Так, 0,0,0 дейін. Цвет фиолетовый көрінсін. Точкаларым түсті. Енді осы точканың бәрін белгілеп аламын да. Выбрать подобный. И осыны центрге жылыстам. Так, қарап алайын бір. Центрда тұр. Бәр жерде центрда тұр. Енді осы точканың координаттарын қайтадан экстра тулс арқылы алам. Мында уже тоже по объектам. Выбрать по объекту. Бір точканы таңдайым. Фильтр үшін. И одан кейін бүкіл точканы қайтадан таңдап алам. свай. Қайтадан Excelге саламын. Болды. Координаттар түсті. Бірақ маған номермен керек қой. Номер алу үшін ол дополнительно кімге номермен керек болады. Ол үшін мына блокты, бүкіл блокты таңдап аламын да. Выбрать подобные. Оны взорвать етем тағы. Бұлай түспейді екен қойылды. Так, назад. Онда. Меню геода. Извлечь. Атрибуты деген бар. Так, блокты таңдайым. Бүкіл блокты таңдап болады. Бүкіл блокты таңдап алам. Бізге контент керек. Әлде ол керек емес, просто былай шығады да. Номер координатасы шығады.
Онда жаңағы салған точканы так, назад. 555 точкаға қайтадан нумерация беріп шығуға болады жаңадан. Ол үшін тағы да экстра тулсты аламын да. Объекті ішінде координатты алып атқан кезде нумеровать объекты на чертеже деген галочка қоям. Содан кейін қайтып таңдап шығамын. По объекту точканы таңдаймын. Одан кейін бүкіл точканы қайтадан таңдап аламын. Вот, мына жерде біз координаттарын алып алдық. Можно, в принципе, повторно қайтадан алып Excel'ге салып жіберемін. Мына жерде окейді басқан кезде қастарына жаңадан нумерация шыға келеді. И осы номер арқылы распечатка жасап алып, разбивка істей беруге болады. Координаттарымыз Excel'де сақталады. Оны дальше тахеометрге лақтырамыз. Осымен болды.